армысыздар, құрметті көрермендер. Асыл мұра бағдарламасына біз бүгін ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Төлеутай Ақанұлын шақырып отырмыз. Бұл шақырымызда үлкен мәніс бар. Шығыста Қазақстанның төрт бұрышы толған біздің бабалардың салып кеткен сара жолы, солардың жүріп өткен іздері бәріміздің көңілімізде, көкейімізде сайрап жатыр. Біз бүгін әдеттегідей батыс немесе орталық Қазақстандағы батырларды айтып келе жатсақ, бүгін бірінші рет шығыстағы батырларға сапар шекпекшіміз. Шығыс Қазақстан облысы Зайсан, Тарбағатай ауданы. Зайсан ауданы енді қазір бұрын Тарбағатай ауданында болған, қазір Тарбағатай ауданы Зайсан ауданына қарайды. Сол жерде Қожан баба өмір сүрген 17-ші ғасырда. Қожан баба батыр болған. Қандай батыр болған? Арғы атасы кім? Бергі атасы кім? Қазір халқына қандай артына үлкен мұра қалдырды? Осы жайында біз бүгін Қожан бабаның ұрпағы Төлеутай Ақанұлынан сыр шертпекшіміз. Қош келдіңіз, Төлеутай аға. Ал енді Қожан баба жайлы айтып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Жұма күнгі тілеген дұға тілектеріңіз Алланың құлағына шалынсын. Қожан бабамыз 1670 жылдары өмірге келіп, 1720 жылдары Аягөз шайқасында ерлікпен қаза болған. Бұдан бұрын тарихта зерттелмеген, жазылмаған тарих қойнауында қалған шығыстың тарихи тұлғаларының бірі. Қожан бабамыздың туған жері бүгінгі Маңырақ тауының теріскейіндегі Қарақойын деген қыстауы. Сол жерде туылып, бабамыз Маңырақ, Сауыр, Тарбағатай тауларын, шығыстың алтын қақпасы болған Шілікті өңірін мекен еткен. Көнегөз қариялардан бізге жеткен деректерге негізделгенде, Қожан бабамыз ат үстіндегі найзаласудың қас шебері болған адам. Мына әр ретке, мынау жорықтарда ақбоз атына мініп, тоқал найзасын қолына алып, топтың алдында жүріп, әр қайсы мына жекпе-жектерге шығып, қарсыласын жеңіп отырған. Қожан бабамыз және де мына Байжігіт қосынның әскери тәлімгері, Тәуке хан ордасының мына шығыс бөлігіндегі хан кеңесшісі болған адам. Және де Қожан бабамыз сол кезде тарихи маңызға ие бір қанша мынау мәнжүрлермен, моңғолдармен болған келісімдерге мына Жұмық батырдың атынан қатысып, іскерлігі, шеберлігі, шешендігі, батылдығы арқылы көзге түскен тарихи тұлғалардың бірі. Жақсы. Яғни шығыста нақтылап айтсақ, Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, Тарбағатай аймағы, яғни Қытаймен шекараның түбінде орналасқан бұл жер Шілікті деп аталады. Шілікті облысынан өздеріңізге белгілі алтын адам табылған. Шілікті жерінде көк майса, биік заңғар аспандар, Тарбағатай таулары, сол заңғар таулар, соның етегінде толған осы Қожан ұрпақтары орналасқан. Ендеше қазіргі сәтте сол жерде үлкен дүрмек той болайын деп жатыр. Той десе қубастан болады дегендей, бұл тойдың басталуы дайындық бір жыл болды дайындалып келе жатқан. Енді осы Қожан бабаға арналған асқа тоқталсақ. Енді мына еліміз рухани жаңғыру аясында деп елбасының бағдарламасы негізінде жаңағы барлығы мына көне өткен тарихты зерттеп жатқан кезде бізде бір тудың астына жиналып, бір төбеге жиналып, бір туды көтеріп, жаңағы Қожан бабамызға шежіресіне біргейік атты ұран тастағанбыз. Одан бері қарай да бір жыл 2 ай болып қалды. Осы барыста біздің осы Қожан 350 игі шарасы деп аталатын осы бастамамыздың мынау мазмұны үлкен жақтан екіге бөлінеді. Енді біріншісі Қожан
бабамыздың тарихы және ұрпақтар шежіресі деген кітап шығару. Осы кітап шығару мәселесі жөнінде біз ең алғашында мына белгілі мына ғалым талантты азамат Қожаның намысты ұрпақтарының бірі мынау Бағай Назарбайұлы деген бауырымызға осы жұмысты сеніп тапсырған едік. Бағай Назарбайұлы басшылығындағы бастамашы топ құрылып, оның құрамында өзіміздің мынау Маратбек Сүлейменов ағамыз, Майрагүл апайымыз қатарлы аға апайларымыз бар, Қайрат Қабитханұлы қатарлы ғалымдарымыз бар, жаңағы журналистеріміз бар. Онан соң мынау Рауан Төлеуханұлы қатарлы бауырларымыз бар, талантты. Құралған осы топ 1 жыл 2 ай жатпай тұрмай өте қажырлы еңбек істеп, бүгінгі таңда осы кітаптың барлық материалдары жиналып, шежіре жиналып, белгілі ғалым докторы, профессор Қайрат Қабитханұлы басшылығындағы редакция алқасында тапсырылды. Енді осы редакция алқасында тапсырылды, әзір ең соңғы басқыштағы мына сараптамадан өтуде. Алла қаласа осы алдымыздағы айларда баспаға береміз деген үмітіміз бар. Сонымен мінекей игі шара батырларымыздың біздің өзінің ұрпақтарына тастап кеткен мұрасын қадірлеп, ел арасында белгілі болғанмен бүткіл Қазақстан елі біле бермейтін Қожан бабамыздың аруағын аспандатып, рухын көтеріп, елімізге таныстырып, жаңағы жасаған ерліктерін көрсету мақсатында дайындық шаралары басталып кеткен екен. Неке соның бір көрінісі шежіре кітап жазу. Яғни Қожан бабаның ұрпақтары, Қожан руының шежіресі жазылып жатыр. Шежірені жай ғана бір қатардағы ауылдағы көнекөз қарттар емес, көнекөз қарттардың тастап кеткен мұраларын ары қарай оқыған көз ашық, көреген жаңағы ғалымдар жазып жатыр. Медицина ғылымының кандидаты, тарих ғылымының кандидаты, біздің осы ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты. Небір ғалымдар осы Қожан бабаның рухын көтеру мақсатында үлкен жұмыстар жасап жатыр. Ендеше шежіре кітапқа барлық адамдар жазылып өз жаңағы тегін беріп үлгерді ме, әлде әрі жалғаса ма, әлде аяқталды ма бұл кітап? Енді мынау тарыдай шашырап кеткен мынау Қожан ұрпақтарын барлығын қамту бұл енді өте жапалы, машақатты жұмыс болды. Әзір негізінен Қазақстандағы өмір сүретін барлық қожандар қамтылды десек болады. Оның үстіне мына Қытайдағы қожандар және де мына шетелдердегі қожандарды да іздеп тауып, солардың да деректердің барлығы қамтылды. Енді осы бір айға дейін егер енді естіп жатқандар болса, шежірелердің беруіне болады. Енді әзір негізі жұмыс ақырластырды, бірақ ондай жағдайларда ерекше қарап оларды қосуымызға мүмкіндігіміз бар. Яғни енді көріп отырған көрермендер болса, Қожан руының ұрпақтары болса, сол шежіре кітапты алып оқимын дейтін болса, соған өзінің ата тегін кіргіздіргісі келсе, яғни бүгінгі ұрпаққа, келесі ұрпаққа сен кімсің, қайдан тарағансың, бабаң кім болған, анаң кім болған, әжең кім болған деген кезде сол кітапты алып оқуға толық мүмкіншілік бар. Біз сол үшін қазір экранда Төлеутай Ақанұлының байланыс телефонын береміз. Сол телефонға хабарласып, өз үлесімді қосам десеңіз, бабаңыздың асына немесе жаңағы әртүрлі шаралар өткізіледі. Қазір хабар барысында әңгімелей түсеміз. Соған байланысты байланыс телефонына хабарлассаңыздар болады төмендегі. Сонымен бірінші жұмыс жаңағы шежіре шығару болды. Ол да тамамдап қалыпты. Екінші бағыт қандай сіздерге? Енді Қожан атамызға арналған 350 жылдық мерейтой. Енді осы 350 жылдық мерейтой бұл енді біздің мына Қожан атамызға арналған игі шараның екінші маңызды бір бөлігі. Енді осы Қожан атамызға берілетін асты айтудан бұрын жоғарыдағы сұраққа бір толықтырулар жасай кетсем деген ойым бар. Енді мынау көрермен қауым Қожанның арғы тегін білгісі келіп отыр. Енді Қожанның арғы тегі қайдан тарайтын,
Енді біз мына Найманнан Қаракерейден Байжігіттен жұмықтың 6 ұлы бар. Бүгінгі күні 6 жұмық деп аталады. Қожан бабамыз соның 4-ші ұлы. Енді мына даңқты қолбасшы Қабанбайдың әкесі Қожақұл мен Қожан бабамыз немерелес. Немерелес мына заманы бір, сол кездегі негізгі мына тарихи мына уақиғаларға, мына жаңағы отанын, елін, жерін қорғау барысындағы жорықтарға бірге қатысқан. Сондай жаңағы толықтырулар жасай кетейін. Ал енді мына Қожан атамыздың 350 жылдық мерей тойы, бұл енді айтулы ас. Бұның өзінің бағдарламасы бар, жаңағы өте бір ауқымды жұмыс. Осы жұмысқа мына Шілікті ауылының тумасы, Шілікті ауылында әкім болған, онан соң Жайсан ауданының құрметті азаматы, бүгінде белгілі кәсіпкер, сондай текті тәрбиелі семьядан шыққан Пазылов Серік бауырымыз жетекшілік етеді. Енді Секеңнің басшылығында алғашқы адымда мына Жайсан ауданынан атамызға бір көше беру мәселесі шешілді. Бүгінгі таңда Жайсан ауданынан мына Шілікті атындағы қатымхана салу, Шіліктіден Қожан атамыз атындағы қатымхана, мешіт және саябақ салу жұмыстары қолға алынуда. Енді бағдарламаға сәйкес Қожан атамыздың мынау жатқан жері Қарақойындағы жаңағы зиратына ескерткіш тас қою, осы мынау игі шара барысында қайырымдылық шараларын ұйымдастырып, мына қиыншылығы бар, көмекке зәру, баспанасы жоқ Қожан семьясына үй алып беру, онан соң Шіліктідегі мектепке мүмкіндік болса, жаңағы Жандел атындағы компьютерный класын ашу, осы жұмыстары бағдарламаға енгізілген. Енді ас болғаннан кейін өздеріңіз білесіздер, әрқандай бір ас, ол жаңағы салт дәстүрімізде бар, аламан бәйгесі жетпейді. Аста мынау аламан бәйге ұйымдастырылады, қазақ күресін негіз еткен спорттық шаралар ұйымдастырылады, мәдени шаралар бар. Ең бастысы мынау ғылымдық, танымдық жаңағы ғылыми конференция ұйымдастырылады. Енді астың жаңағы өтетін жері белгілі, Шілікті ауылының орталығы. Бірақ дәл әзірге қалыптасқан төтенше жағдайға байланысты жалпы мынау жұмыстарымыз бір жарым ай артқа шегерілгеніне байланысты уақыты әлі тұрақтанған жоқ. Мүмкін болса, мынау әзірге мына құрылыстардың жүру салыну қарқынына байланысты алдағы уақытта астың өтетін уақытын хабардар етеміз. Өте жақсы. Мінекей жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Қожан бабаның ұрпақтары тек Қазақстан көлемінде емес, көршілес Қытай еліне, тіпті Түркия еліне, алыс біздің шетелдегі қандастарымызда жан-жаққа тарап кеткен екен ұрпақтары. Яғни Қабанбай батырмен немерелес деп тұр ғой. Қабанбай батырмен туысқан болып тұр ғой. Екеуінің Қожан батыр мен Қабанбай батырдың әкесі бір туысқан дейді. Ал енді тарихта аты қалған Қабанбай батыр болса, Қабанбай батырдың жанында енді Қожан батыр қосылды. Яғни халқымыз ендігі жерде Қабанбай батырдың туысқаны, әрі немерелес туысқаны Қожан батыр жайлы да мәлімет алынады. Қожан батыр жорықтарда қандай ерліктер көрсетті екен, жаңа қандай әдіс қолданғанын айтты ғой бұл кісі. Оны көнегөз қарттардан жинап үлгереміз деп ойлаймыз алдағы уақытта. Деректі фильмдер түсіріледі бұйыртса. Барлығы болашақтың жоспары. Қожан батырдан тараған батырлар ұрпақтардың бірі Жанбай батыр. Ол кісі де батыр болған дейді. Ол Жанбай батырдың әңгімесі өзінше бір әлем. Ол кісіге де арнайы ас беріледі алдағы уақытта. Негізгі қазір бірінші Қожан атаның өзін халыққа танытып үлгеру. Ал енді айтып отырсыз ғой, енді астың уақытын сіз айтып отырамын деп алдағы уақытта. Енді астың берілетін уақыты егер қалыпты мынау төтенше жағдай болмағанда осы жаз айларында береміз деп ойлағанбыз.
Енді әзіргі мынау жағдайға байланысты кешеуілдеп жатса, енді алдымен осы мынау шаралардың бәрін атқарып алып, сонан кейін бір ыңғайлы уақытта жаңағы берсек деген ойымыз бар. Енді шежіре жазылғаннан кейін мына тыңдармандар, көрермендер барлығы жаңағы бір сұрақ білгісі келіп отыр. Себебі бұл шежіренің тарихи негізі бар ма, қайдан алынған деп. Мынау шежіре бұл енді бір ұлттың жаңағы соның құрамындағы рудың төлқұжаты, паспорты сияқты. Ал енді әрқандай осындай шежіре ол шындықты негіз етіп жазылу керек. Біздің шежіреміз сонау 1930 жылдардағы мынау Қоңырқажы атамыздың жазып қалдырған шежіресі негізінде жазылды. Қоңырқажы атамыз сол заманның өзінде қазақтың мына құрамындағы мына қожаның шежіресін жазып, соны қол жазба күйінде жаңағы сталиндік қуғын-сүргіннің кесірінен ауылын, әулетін алып Қытай асып кеткен кезде сол Қытайға алып барады. Сол Қобыққа барғаннан кейін сол жердегі көзқарақты қожандарға жаңағы ана 4 нұсқа қылып көшіріп, сол көшірмені қалдырып кетеді. Сол кезде енді алысты болжаған ғой. Қызыл үкіметтің заманы, Совет үкіметі кезінде. Ал енді тым болмаса біреуі қалсын, болашақта керекке жарасын деп. Арада Қоңырқажы атамыз мынау Совет одағына қайтып оралады Қазақстанға. Ал енді Қытайда аумалы-төкпелі заман болады. Жаңағы қызыл үкімет билікке келеді. Онан соң мынау жаңағы мәдениет төңкерісі деген сондай 10 жылдық бір аласапыран кезең болады. Бүтін тарихты жаңағы көзін жояды. Бүтін діни материалдардың, тарихи материалдардың бәрі өртеліп кетеді. Сол кезде жаңағы үшеуі отқа жағылып, ішіндегі тек біреуі ғана құрым кигізге оралып жаңағы сақталған екен. Мына Қытайда демократия орнап, 80 жылдардан кейін қазақтың салт дәстүрі қайта дәріптеле бастаған кезде, сол жердегі белгілі мына азамат жаңағы ұлтым жерім дейтін мынау мықты тұлғалы азамат Рамазан Баймолла ағамыз осы шежірені қолына түсіріп, 10 жылда еңбектеніп, сол жақтағы барлық қожандарды сол шежіреге кіргізіп 2004 жылы кітап етіп баспадан шығарады. Ал біздің бүгінгі жазып отырған шежіреміз сол шежіре негізінде Қазақстандағы қожандардың барлығын қамтыған, мынау бұрын соңғы жазылмаған бүтін қожанды қамтыған жер бетіндегі бір толық шежіре. Жақсы. Ендеше құрметті көрермендер, жақсыны көрмекке дейді. Осындай көріп отырған көрермендеріміз болса, қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын дей отырып, сол Зайсан ауданында салынайын деп жатқан мешіттің жанында қатымхана, Шілікті ауылында салынайын деп отырған мешіт, оның алдында қатымхана, сондай-ақ саябақ салынады, ескерткіштер орнатылады. Осының бәрі үлкен қыруар қаражатты талап етеді, және ұйымдастырушылық қабілеті өте жоғары болу керек. Мінекей, бұл кісілер сол қиында болса, бұл іске тәуекел етіп Төлеутай Аханұлы бастап отыр осы жұмысты. Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, ғалым. Ендеше сізге сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта біздің көрермендермен арғы байланыста болып, қожан бабамызға шығарып жатқан өлеңдер болса, күйлер болса, жырлар болса, зерттеулер болса, осы Асыл мұра бағдарламасында сіздерге хабарды беріп отырамыз. Сізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет, құрметті тыңдармандар. Енді мына шежіре жазу, кітап етіп шығару, ас беру, ол енді кешегі өткен тарихты зерделеп, ата-бабамыздың рухын бүгінгі ұрпаққа жеткізіп, бүгінгі ұрпақты, келешек ұрпақты отаншылдыққа, халықтың елін сүйетін патриотизмге тәрбиелеу. Сол мақсатпен жүріп жатқан шара халқымыздың береке бірлігі арта берсін, отанымыздың шаңырағы биік, іргесі берік болсын, ел аман болсын.